Кім неге жауапты? Адам жауапты тек қана әрекетіне. Мен нәтижеге жауап бермеймін. Түсіндіңіздер ме? Я хочу открыть бизнес, который будет приносить мне 3 миллиона теңге. Мысал ретінде кәсіп ашқым келеді, айына 3 миллион теңге табу керек. Мен 3 миллион теңге таба алатыныма, таба алмайтыныма да сенімді емеспін. Ол анау болашақтың әңгімесі. Ол қалай болады мен? Может быть, маған 3 емес 30 миллион береді. Может быть, мен кәсібім 3 миллион емес, минус 15 миллионға қора кіреді. Мен білмеймін. Түсіндіңіздер ме? А біз не істейміз? Жоқ, мен кәсібім 3 миллион ғана беру керек. Мен мынау жағын қабылдамаймын оны ше. Минус жағын қабылдамаймын, тек қана плюс жағын ғана көремін. Енді қараңыздар, мен минус жағын қабылдамасам, плюс жағын ғана көрсем, тек қана 3 миллион теңге береді деп күтемін ғой мен. Сөйтіп бір қадам істеймін. И не